Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға алғаш рет келіп отырсаңыздар немесе тіркелмей көріп отырсаңыздар, сіздерге үлкен өтініш каналға подписаться деген кнопканы басып тіркеле салыңыздар. Бүгінгі тақырыпта ЕНПФ ақшасын қолданып, пәтер немесе жер үй алған кезде қандай жағдайда 5 жыл сатуға болмайды деген шектеу қойылады. Сол жайында айтып беремін. Яғни ол қандай мақсатта қолданған кезде ЕНПФ ақшасын 5 жыл пәтеріңізді немесе жер үйіңізді сатуға болмайды деген шектеу болады. Құрметті достар, тақтаға назар аударыңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Ескерту деп жазып қойдым. Шектік сомадан асқан ақшаны алғашқы жарна ретінде қолданған кезде ғана сіз пәтеріңізді немесе баспанаңызды 5 жыл сата алмайсыз. Яғни алғашқы жарна ретінде қолданып, ипотека рәсімдегендей ғана, отбасы банк болсын, екінші деңгейлі банк болсын. Мысалы, алам деген пәтеріңіз сіздің 10 миллион тұрды, МПФ-тен 3 миллион алдыңыз, плюс өзіңіз 2 миллион қостыңыз, итоғы 5 миллион жасап, отбасы банктен пәтер алдыңыз. Ипотека рәсімдеп, алғашқы жарнаға қолданып, сол кезде ғана сізге 5 жыл пәтеріңізді сатуға болмайды деген шектеу қойылады. Ал өзге мақсаттарда, яғни частичный погашение жасағанда, немесе толық погашение жасағанда, немесе 100% пәтерді МПФ ақшасымен сатып алған жағдайларда, ондай жағдайда шектеу болмайды. Тағы да бір айта кететін жайт, яғни сіз ипотекаға қолдандыңыз, алғашқы жарнаға сізге шектеу қойды, бірақ ипотеканы досрочно жауып тастасаңыз, сіз пәтеріңізді кейін сатуға мүмкіндік болады. Міне, бүгінгі тақырып осы. Достарыңызбен бөлісіңіздер, қолданыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі тақырыпта кездескенше сау, саламат болыңыздар.